Сәлеметсіздер ме? 3-ші сынып әдебиеттік оқу, 1-ші сабақ, оқуға шақыру. Бүгінгі сабақта Ахмет Байтұрсынұлының оқуға шақыру деген өлеңмен танысатын боламыз. Әуелі 1-ші суретке зер салайық. Тәуліктің қай кезі деп ойлайсың? Бәріне ортақ болатын тақырып ойластыр және оны түсіндір деген тапсырма берілген екен. Ал балалар суреттерге мұқият қараңыздар. Өздеріңіз байқағандарыңыздай, бұл таңертеңгі мезгіл, өйткені 1-ші суретте біз күннің шығып келе жатқанын көріп тұрмыз. 2-ші суретте балалардың таңғы жаттығу жасағанын көрсек, 3-ші және 4-ші суреттерде сабаққа бара жатқан балаларды көріп отырмыз. Енді Ахмет Байтұрсынұлының оқуға шақыру өлеңін мұқият оқиық. Балалар, оқуға бар, жатпа қарап, жуынып киініңдер шапшаңырақ, шақырды тауық мана әлде қашан, қарап тұр терезеден күн жылтырап. Адам да, ұшқан құс та, жүрген аң да, жұмыссыз тек тұрған жоқ ешбір жанда. Кішкене қоңыз да жүр жүгін сүйреп, барады аралар да ұшып балға. Балалар, бұл жолбасы даналыққа, келіңдер түсіп байқап қаралықта. Бұл жолмен бара жатқан өзіңдей көп, соларды көре тұра қалалық ба. Даналық өшпес жарық, кетпес байлық, жүріңдер іздеп тауып алалықта. Өлеңнің мазмұнынан өздерің байқағандай, балаларды оқуға шақырып тұр, автор. Яғни әрбір жан, тіпті ұшқан құс та, жүрген аң да, өзге адамдар да ешқайсысы жұмыссыз жүрген жоқ. Тіпті кішкентай қоңыздың өзі де жүгін сүйреп әрекет етуде. Сондықтан балалар, сендер де құр босқа жатпай, оқуға бет бұрыңдар дейді. Ал енді осы өлеңнің авторы Ахмет Байтұрсынұлының өмірі мен шығармашылығына қысқаша тоқталып өтейік. Ахмет Байтұрсынұлы ұстаз, ғалым, ақын. Ол қазіргі Қостанай облысы Жангелдин ауданы Сарытүбек ауылында 1872 жылы дүниеге келген. Әдебиет танытқыш, 40 мысал, тіл құрал атты еңбектері бар. Ахмет Байтұрсынұлының тіл білімі саласына, әдебиет саласына сіңірген еңбегі өте зор. 4-ші тапсырмада берілген сұрақты жалғастыруымыз қажет. 1-ші сұрақ бізде Ахмет Байтұрсынұлы кім? Ал 2-ші сұраққа Ахмет Байтұрсынұлы қай жерде дүниеге келді? 3-ші сұраққа оның қандай еңбектері бар деген сұрақтар құрастыруымызға болады. 5-ші тапсырма сызбадағы ойды өз сөзіңмен түсіндір. Оқу. Оқысаң, адам боласың. Яғни әрбір адам жан-жақты білімді болуы қажет. Іздену. Ізденсең, білімді боласың. Яғни білім жолында үнемі ізденісте болу керек. Үйрену. Үйренсең, талапты боласың. Кез келген нәрсені үйренуге тырысу керек. Білмей жатсақ, білгендерден көмек сұрауымыз қажет. Даналық деген не? Даналық өшпес жарық, кетпес байлық. Даналық дегеніміз ұлағатты ой, өнегелі ізгі түсінік. Бұл адами қасиет. 6-ші тапсырма. Оқуға шақыру өлеңін шумақтарға бөліп оқы. Қарамен жазылған сөздерге сүйеніп, әр шумаққа бір сұрақ құрастырып, жауап бер деген тапсырма берілген екен. 1-ші шумақтағы берілген қара сөзіміз оқуға. Сұрақ құрастырып көрейік. Ақын не себепті оқуға шақырады? 2-ші шумақтағы берілген қара сөзіміз жұмыссыз. Автор кімдерді жұмыссыз тек тұрған жоқ деп атап көрсетті. 3-ші шумақ даналыққа. Даналық сөзінің мағынасын қалай түсінесіңдер деген сұрақ құрастыруымызға болады.